Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі ерекше болып шығатын өте қарапайым кешкі ас дайындайтын боламыз. Кешкі асымыз нан салма. Кейбір жерлерде қалай айтатынын білмеймін. Бізде нан салма деп айтылады. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап аласыздар. Және қазанға, қызып тұрған қазанымызға 2 ожау май құямыз. Майымызды жақсылап қыздырып, үстіне етімізді салып, оны да қызарғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Етімізді жақсылап қуырған соң үстіне пиязымызды саламыз. Бетін жауып, дымдап тұрып қуыратын боламыз. Пиязымызды сап-сары әдемі етіп қуырып алдық. Үстінен сәбізімізді салып, оны да осылай 2-3 минуттай қуырамыз. Үстінен картоптарымызды салып, оны да осылай әдемілеп 2-3 минут немесе 5 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз қосамыз, және де томат қосамыз. Аз ғана су құямыз, көп құймаймыз. 1 пиалайдай құйсаңыздар да жеткілікті. Жай отта еті піскенше қайнататын боламыз. Келесі кезек бізде қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суымызға бір жұмыртқамызды және де 1 чайнайлы ложка тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де үстіне бірден осылай көбірек бір кеседе оны салып жіберіп, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай илеген соң 15 минуттай, 10 минуттай тұндырып қоямыз. Және 10-15 минут аралығы өткеннен соң тағы да осылай 2-3 қайтара илеп, әдемілеп жылтыр қамыр болғанша илесек, жайылған кезде әдемі болып шығатын болады. Илеуі қанған, тұнған, әдемі болып шыққан қамырымызды алдын ала осылай қолмен кішкене жайып жіберіп үлкендетіп аламыз. Және кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оқтаулармен жайсаңыздар болады. Бұл жерде кішкентай оқтаумен бірінші сәл үлкетіп аламын, және үлкенде оқтаумен қалғанын жаятын боламын. Негізі қамырымызды осылай жұқайтып жайып болған соң, кем дегенде бір жарты сағаттай мата дастарханның үстіне жайып қойсаңыздар, кішкене қаязған қамыр әдемі дана-дана болып пісетін болады.
Мен бұл жерде кішкене асығыстау болғандықтан олай жайған жоқпын. Сразу бірден қамырымды жайып болған соң кесіп пісіріп алдым. Алдын ала бір ыдысыңызға суыңызды дайындап қайнатып қойыңыз. Міне осылай кішкентай көлемде жайып кесіп шыға бересіздер. Міне қамырымызды дайын жайып кесіп алдық. Міне қайнап тұрған суымызға бір ас қасық тұз салып жібереміз. Судың да кішкене тұзы болғаны дұрыс. Қамырымызды осылай біртіндеп салып тұрып пісіріп алатын боламыз. Арасында осылай қозғап тұратын боламыз. Бірден салып жіберсеңіздер, қамырлар бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде арасын кішкене осылай видеода көрсетілгенде ашып жіберіп салыңыздар. Және осылай арасында қозғап тұрамыз. Қасықты міндетті түрде астына дейін апарыңыз. Бетін кішкене жауып, бұрқылдатып бір қайнатып аламыз. Міне бір кружка мұздай су құйып жіберіп, сосын алатын боламыз. Легенге алдын ала подливамыздың майынан азырақ құйып жағып қойдық. Міне қамырымыздың барлығын сүзіп алдық. Осылай подливамыздың майынан құйып, кішкене қамырымызды араластырып жібереміз. Міне ендігі кезек ең соңғысы подливаны саламыз. Қалауыңыз бойынша көбірек азырақ сала берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі қарапайым астың бірі. Сіздер жасап көріңіздер, әрі тойымды шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздар өте әдемі болып шыққан. Дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.